Қайырлы күн, менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді әрі жұмсақ қаттаманнан дайындауды көрсетемін. Бұл нан шайға да, күнделікті асқа да керемет үйлеседі. Және де осы рецептпен самсаны да жасауға болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл маған жаңа рецепттер түсіруге үлкен мотивация болады. Ал ендеше бастайын. Бізге ең алдымен 350 грамм міндетті түрде електен өткен ұн қажет болады. 90 мл, яғни 90 грамм су, 1 жұмыртқа, тұз, ашытқы қажет болады. Тұз бен ашытқы суда тез еру үшін суды жылы қылып аламыз. Тұз бен ашытқы еру үшін жақсылап осылай араластырып аламыз. 1 жұмыртқаны салып, жаңағы дайын жылы суымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды қолға жабыспайтындай етіп илейміз. Кейін осындай мешочекке 10 минутқа қойып қоямыз. Сол 10 минуттың арасында тағы да бір басып алғанда дұрыс болады. Иіні қанған қамыр беті жаңағыдай теп-тегіс, жұмсақ болып шығады. Қаттама нанның қабат-қабат болып пісуі және сыртының қытырлақ, іші жұмсақ болуы осы рецептінің басты ерекшелігі. Дайындау тәсілі оңай, ал қажетті ингредиенттер әр үйден табылады. Мен көбіне самсаға және қаттама нанға осындай сливочный берега деген майды пайдаланамын. 60% немесе одан да жоғары пайызды майды пайдалансаңыздар болады. Қамырды 2 бөлікке бөліп алдым. Біреуін жуамен дайындаймын, ал екіншісін жай майдың өзімен ораймын. Алпыс пайыздық майды жай отта ертіп алдым. Мінекей осындай майды құйып аламыз. Қолымызбен немесе щетканың көмегімен жақсылап жайып жағып шығамыз. Мінекей бірінші нан дайын болды. Қазір екінші нанға жуаны ұсақтап тұрып, жайып, сол жуамен бірге ораймын. Біздің үйдегі балдар көбіне осы жуамен орап жасағанды өте жақсы көреді. Мінекей екіншісі де дайын болды. Нанды жайғанда да мықты жұқа қылмай, немесе қатты қалың қылмай, мінекей дастарханның узоры көрінетіндей қылып жайсаңыздар жеткілікті. Мінекей тағы да майды құйып, қазір қолыммен барлық жеріне жағып шығамын. Көбіне осы қаттама нан болсын, самса болсын, оның жұмсақ қытырлақ болуы осы майдың түріне де байланысты. Негізі жоғарғы процентті майды пайдалансаңыздар, самса, қаттама нандарыңыз жұмсақ қытырлақ болып піседі. Мінекей екіншісі де дайын болды. Бұл жуамен жасаған. Енді бұны қазір салафанмен бетін жауып, жылы жерге бір 30-35 минутқа қойып қоямыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Менде өзімде әсел пеш болғаннан кейін жаңағы бір қаттаманы пісіруге маған 40 минут қажет болады, 200 градуста. Мінекей нандардың арасы ашылмай жақсы болып жайылды. Мінекей қаттама нан дайын болды. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.